Арыста жаңа мешіттің құрылысы басталды. Құлшылық ету орнының алғашқы іргетасын қалау рәсіміне қала әкімі Гүлжан Құрманбекова мен мәслихат хатшысы Амантай Байтанаев, сондай-ақ облыстың бас имамы Еркебұлан Қарақұлов және зиялы қауым дін өкілдері, қала тұрғындары қатысты. Алғашқы болып құттықтауын жеткізген шаһар басшысы Арыс қаласындағы ең көрікті орын саналатын Дендра саябақтың қарсы алдынан бой тіктеген Алла үйі арыстық ағайынның рухын көтеріп, иманын арттыратынына сенім білдіріп, құрылыс жұмысына сәттілік тіледі. Сондай-ақ мешіт аумағын жалпы қала келбетін арттыру мақсатында жасалып жатқан жұмыстармен бөлісті. Тура мына сіздердің мешіттеріңіз және мына Дендра парктың алдынан бір паровозды қояйық деп жатырмыз. Ол жерде ашық музей болады. Осы 1909 жылы шыққан паровозды Өскеменнен алып келдік. Екінші паровозымыз парк ашайын деп жатырмыз. Темір жолшылар паркын. Сол жерде екінші паровозды қояйын деп жатырмыз. Бүгін осыны орнату, фундаменттерін қалау бәрін басталады. Мынау кіреберіс қаламыз міне мешітімізбен, ашық музейімізбен сондай мен көркейін деп жатыр. Оған да бір жақсы жаңалығымды сіздерге айтып қоюға. Алла үйінде асыл дініміздің жолында аянбай қызмет етіп, сауапты да жауапты жолда нәтижелі жұмыс жасайтын ұстаздар білім беретін болады. Құлшылық орындары, мешіттер елімізде осы ұлттық, патриоттық, отан сүйгіштік, ата-анаға құрмет, осындай қасиеттердің барлығына жол көрсететін орын. Тек қана құлшылық емес. Міне осындай бір керемет орынның бастамасы, құрылысының бастамасы бұл жақсылық деп ойлаймын. Бүгінгі таңда жалпы діни ахуал күн тәртібінен қашанда түспеген еліміз бойынша, мынау елімізде дәстүрлі бағытымыз бар, имам Азам Абу Ханифа. Міне соның аясында ақпараттық түсіндірме жұмыстарын Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Түркістан облысы бойынша өкілдігі қызметін жасап жүзеге асырып жатыр. Басты мақсатымыз осы жастарымызға дұрыс жолды көрсете білу. Көріп отқандай мешіт құрылысы ауқымы өте үлкен. Сондықтан алдағы уақытта ендігі мақсат қазір кіші қаланды. Ендігі мақсат қазір осыны соңына дейін жеткізу. Осыған бар күш салу. Аудан бойынша 27 мешіт болса, 28-ші боп салынып жатқан Алла үйінің ауқымы үлкен. Осы орайда игі бастамаға себепші болған азаматтың бірі Арыс қаласындағы Ысқақ мешітінің азаншысы Лесхан Құлмұхаммедұлының еңбегі орасан екенін айта кеткен жөн. Құранды толық жаттап, Алматы облысында орталық мешітте Құраннан сабақ беретін Берік деген қари бар. Сол кісі екеуміз ақылдастық. Онан кейін барып, Арыста өзіміздің жамағат бар, Әмірәлі Қазы деген бар бауырымыз. Онан кейін Заңғар деген батыр бар, Мейірбек Қазы бар. Онан кейін Жаңбырбай қариялар бар. Ақылдастық, сөйтіп ары-бері ойлап, бас имамға айттық. Арыс қаласының бас имамы Қажымұқан Қары бауырымызға айттық. Қажымұқан Қары бауырымыз қолдап, онан кейін барып пәтесін алып, сосын кейін Арыстың әкіміне кірдік. Арыс қаласының әкімі Аллаға мыңда бір шүкір, ешқандай жердің бетінде Алланың үйіне кедергі болмау керек деп, бәр мүмкіншілікті, бәр жақсылықты жасады. Арыс қаласының әкімі Гүлжан Мамытқызына Алла өміріне береке берсін, ата-анасына, ата-енесіне жақсылық берсін. Қаншама адамдар садақасын беріп, қанша адамдар дұға тілеп, қанша адамдар қол көмектесті, біреулер қаржылай көмектесті, біреулер ештеңесі болмаса да дұға тіледі. Сол кісілердің баршасына Алла тағала жәннаттан осындай үлкен зәулім сарай нәсіп етсін. Қоскүмбезді мешітте бір мезетте 1500 адам құлшылық жасайтын болады. Сондай-ақ заман талабына сай дайындалған ғимарат маңында 50 автокөлікке арналған тұрақ болады деп жоспарланған. Аталған мешіт құрылысы аяқталған соң Құран негіздерін айшықтап үйрететін медреседе салынады деп күтілуде. Құдай қаласа, ішінде астында 1000 адам, үстінде 1000 адам отырады. ЗАГС залдары болады, имамдардың залдары, қонақ күтетін жерлері болады. Онан кейін оның артынан Құдай қаласа Алла нәсіп етсе қыздар медресесі түседі. Оның артынан балдар медресесі түседі, 3 этажды Құдай қаласа. Жаңа мешіт халықтың құлшылық ететін орнымен қатар қаламыздың көрікті ғимаратының бірі болары сөзсіз. Қалаға кіреберісте орналасқан бұл мешіт әрбір жастың жүрегіне иман нұрын сыйлап, дінімізге тән әдептілікке бастары хақ.
Балауса Оспан, Жеңіс Барбулов, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.